бұл шығармашылық ми бөлігі. Сурет салу, шығармашылық, сазбалшықтан бірдеңе жасау, мазмұндап айтқызу, шығарма жазғызу, ойына не құрастырады, қалауы осы оң жақ ми бөлігінде. Енді біз оқушыларға мынадай өлеңдер береміз, жаңылтпаш береміз, мақал береміз, барлығын жаттату керек. Мына жердегі бояуы мол табиғат бар өнерін төккенге көрген көзге ақиқат, көкпеңбек ау көкпеңбек. Мына сөздерді оқитын қай жақ ми бөлігі? Сол жақ. Оқитын сол жақ ми бөлігі. Дұрыс. Оқитын сол жақ ми бөлігі. Бірақ бастауыш сынып оқушыларының физиологиясы бойынша оң жақ миға арналған ақпараттар оларға ұнайды, жылдам қабылданады. Бұл физиологиясы бойынша. Біз былайша айтқанда былай, баланың организмі бізден апай, мен банан жегім келіп тұр, маған банан беріңізші деп сұрап жатыр. Біз оған аламыз да, біздің мемлекеттік стандартымыз бар, ол стандарттардың бәрі баланың сол жақ миының жұмысына бағытталған. Жоқ, банан бере алмаймыз, сол Африкада өседі. Міне Қазақстанда өскен өзіміздің алманы жей. Алманы жеу керек, алманы жеуге міндетсің. Осы жерде бізде қарама-қайшылық. Балалар отырады, іштей, апайдың сабағы қызық емес. Біз мұғалімдер шешім қабылдаймыз. Оның өз кезінде папасы оқымаған. Мамасы ол қарамайды деген сияқты екі түрлі көзқарас. Енді осы жердегі проблеманы ми бөліктерінің жұмысы қалай шешеді? Мысалы, ассоциация деген әдісте сөздер жазылып тұр, иә? Бояуы. Бұл жаңағы ынтымақ деген сөз. Бояу деген кезде мен осындай краскаларды елестетемін, соның суретін салып қойдым. Мол деген кезде маған шексіздік елестейді. Біреуіңізге ол мүлде басқа сурет болуы мүмкін. Табиғат, маған табиғат ағаш. Бар өнерін төккен келе жатыр деген сөз мен үшін із. Көрген көзге ақиқат, көкпеңбек ау көкпеңбек. Енді қараңыздар, мына жердегі сөздерді оқитын қай ми бөлігі? Сол жақ ми бөлігі оқиды. Ал мына жердегі суреттерді қабылдайтын оң жақ ми бөлігі. Демек, біз баланың физиологиясын сұрап тұрған оң жақ ми бөлігіне ақпарат берілді. Және біздің мемлекеттік стандарт мына өлеңді жаттату керек деген ол да орындалды. Қарама-қайшылық кетті. Бала қалағанын алды, бізден мақсатымызға жеттік. Мынау бір оқушының жұмысы. Мен жерімді сүйемін, жеріме дән себемін, ауа таза болсын деп деген сөзді елестете алмаған, жазып қойған. Адамгершілік, ынтымақ, бай-бақуатты болу деген кезде балалар елестете алмаса, абстрактный сөздерді жазып қояды басында. Дұрыс, бола берсін, ол дұрыс. Жылда ағаш егемін. Мына жерде қай ми бөліктер жұмыс істеп тұр? Оңда солда. Супер. Енді мынау келесі оқушының жұмысы. Мен сүйемін елімді. Мынау бір өлеңді бергенмін, бір өлеңді 17 оқушы 17 түрлі жасаған. Мына қараңыздар, мынау бір оқушының жұмысы, мынау екінші оқушының жұмысы. Аямай-ақ дегенді мына бала елестете алмаған, жазып қойды. Мына бала былай ойлайды екен. Аямай-ақ дегенді ол былай елестетті. Ассоциациясы осындай сурет жасап қойған. Мына бала елестете алмаған. Анық, көріп тұрсыздар ма, абстрактный сөздерді көп жағдайда балалар осылай жазып қояды. Мына жерде бұл 8-ші сынып оқушының жұмысы. Күләш Ахметованың «Сен қазақсың» деген өлеңі мына жерде тұр. Сен қазақсың, қазақ деген ел бөлек, қазақ салған соқпақ бөлек, жол бөлек. Киіз үй жер сияқты жұп-жұмыр, шаңырағы күн сияқты дөңгелек.